Маркус пен Эрин солтүстік Каролинеде орналасқан мемориалдық көпірден өтіп бара жатқан болатын. Ұзын қаңырап бос жатқан құрылым 5000-ге жуық бетон және асфальт, сондықтан олардың назарын жол шетіндегі қимылдар еріксіз аударады. Онда көліктің жарығынан бірнеше көз көрінеді. Бұлар кімдер болды екен? Бірақ олар жоғары жылдамдықпен келе жатқандықтан олардың кім екенін анықтап қарай алмады. Олардың бойын қызығушылық билеп, олар көліктерін кері бұрады. Бұл жолы төменгі жылдамдықпен жол шетінен әлгі белгісіз тіршілік иелерін іздеп. Ақыры іздегендерін таба алды. Сөйтсе, бұл кішкентай мысық. Аңқау мысық көпірдің шетіне тұрып алған, өзінің кез келген сәтте төменге байқаусызда мұздай суға құлап кететінін аңғармай. Мысықты қорқытып аламыз ба деген олар ақырындап қозғалады. Эрин қолына орамалды алып, мысыққа жақындай бергенде, оны ұстап алып көлігіне қарай жүгірді, мысықты қолынан түсірмей. Олар түсіне алар емес, мұндай мысық мұнда қайдан жүр деп. Олар мысықты мал дәрігеріне апарады. Олар өз кезегінде мысықтың әйел жынысты екенін, туылғанына 6 апта болғанын, сонымен қатар денсаулығы жақсы екенін хабарлайды. Мысықтың сырт келбетіне қарап отырып, оның тұқымды мысық екенін аңғаруымызға болады. Соған қарағанда мысық адасып кеткен секілді. Олар мысықты тауып алғандары туралы әлеуметтік желіге жазады, бірақ сонда да мысықтың нағыз егесі хабарласау. Сондықтан олар мысықты өздері асырап алайын деп шешіп, оған Бриджит есімін береді. Осылай мысық өзінің жаңа иелерімен бірге бақытты өмірін бастайды. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған оқиғалар